Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда геометрия 7 сынып 3-ші тоқсандағы БЖБ нөмірі 1 бірінші нұсқа. Екінші нұсқа шықсын десеңіздер, мына шарттарды орындаңыздар. Каналға жазылып, қоңыраушаны қосып, пікір қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Сосын мынау подписация кнопкасын басқаннан кейін қоңыраушаны басып, все деген пунктті таңдап қойыңыздар. Сонда келесі шыққан жаңа видеоларды өткізіп алмайтын боласыздар. Алдағы уақытта БЖБ 2 және де ТЖБ видеолары шығатын болады. Сонымен қатар өзімнің онлайн платформам бар екенін айтқым келіп отыр. Бұл платформада барлық тақырыптарын түсіндіру видеолары бар, сілтеме видеоның астында. Сонымен сұрақтар тізімі осындай. Бізде 4 сұрақ болады. Мына жерде 1, 2, мына жерде 3, мына жерде 4 балалар цифрлары ауысып кеткен. Бізде 4 сұрақ. Барлығы осы 3 бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысына және де 2 параллель түзуді қиюшыға байланысты болмақ. Сонымен бастайық. Бірінші сұрақ: төмендегі суреттердің қайсысында түзулер параллель болады? Жауабыңызды түсіндіріңіз дейді. Егер де 2 параллель түзуді қиюшымен қиятын болсақ, үшінші бір қандай да бір түзумен, онда мына нәрселерді білу керек. Олардың сәйкес бұрыштар тең болады. Біздің жағдайымызда мына бірінші А суретінде сәйкес бұрыштар көрсетілген. Мына көріп тұрсыздар ма? Мынау бұрыштар сәйкес бұрыштар. Иә? Одан кейін 2 параллель түзуді жаңағы үшінші түзу қиған кезде ішкі тұтас бұрыштардың қосындысы 180 градус болу керек. Мына Б суретіндегі мына 2 бұрыш ішкі тұтас бұрыштар. Осылардың қосындысы 180 болу керек параллель болу үшін. Сосын мына Д суретінде де ішкі тұтас бұрыштар көрсетілген. Міне, мыналар ішкі тұтас бұрыштар. Иә? Олардың қосындысы 180 болу керек. Ал мына жерде С суретінде бізде айқыш бұрыштар көрсетілген. Мыналар айқыш бұрыштар деп айтылады. Ал айқыш бұрыштары тең болу керек. Түсініп отырсыздар ма? Сонымен бірінші суретті қарайық. Бірінші суретте сәйкес бұрыштар көрсетілген. Ал сәйкес бұрыштар тең болса, онда мына 2 түзу параллель. Демек, төмендегі суреттердің қайсысында десе, осы А суретінде дейсіздер. А деп жазсақ та болады, немесе А деп қоя салайық, жаңа өтір, иә? Ал Б суретіне қарайық. Б суретінде мына 2 түзу параллель емес. Мына 2 түзу. Өйткені 149-ға 41-ді қосатын болса, қазір бізде 190 градус болып кетеді. Бізде 180 болу керек. Ішкі тұтас бұрыштардың қосындысы 180 болу керек. Мына 2 түзу параллель болу үшін. Түсіндірсіздер ма? Енді мынаған қарайық. Ал бұл айқыш бұрыштар бір-біріне тең болу керек. Параллель болу үшін. Бұлар 31, 39 тең емес. Бұл да параллель емес. Одан кейін Д бұрышына қарайық. Ішкі тұтас бұрыштардың қосындысы 180 градус болу керек. Егер 132-ге 38-ді қосатын болсақ, бізде 170 градус болайын деп тұр. 170 градус бізде тағы да 180 болмай қалды, иә? Енді мынау суретке қарайық. Мына 2 бұрыш бір-біріне ешқандай несі жоқ, аталмайды бұл жұптар. Бірақ біз мына бұрышты таба аламыз. Мына 38 градусқа мына бір бұрыш екеуі бір-біріне айқыш қой, жаңа айттым, екеуі бір-біріне айқыш. Немесе мына 38 градус пен мына екеуі ішкі тұтас. Түсіндіңіздер ма? Мына 132 болатын болса, оған қарама қарсы жатқан вертикаль мынау да 132 болу керек. Мына 132 болу керек. Түсіндіңіз ме? Сонда мына екеуі бір-біріне не болды? Мына екеуі бір-біріне ішкі тұтас болды. Олардың қосындысы 180 болады ма қазір бізде? Жоқ, тағы да 170 болады. Сондықтан бұл да бұл суретте де бізге келмейді жауап. Сонда тек қана А екен. Сәйкес бұрыштар тең деп қоясыздар, болды. Міне балалар, осындай сәйкес бұрыштар дегеніміз не? Ішкі тұтас бұрыштар дегеніміз жаңағы айқыш бұрыштар, сыртқы айқыш бұрыштар, ішкі айқыш бұрыштар дегендерді біліп алсаңыздар, осы бірінші сұрақ соған байланысты болады балалар. Түсініп отырсыздар ма? Екінші сұрақ: үш бұрыштың ішкі бұрышы туралы теореманы қолданып, С бұрышын табыңыз дейді. Үш бұрыштың ішкі бұрышы туралы теореманы қолданып, С бұрышын табыңыз. Так, жақсы. Қараңыздар, бұл есепті шығару үшін біз 2 ғана ережені білсек жеткілікті. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы бізде 180 градус. Мына жердегі Д бұрышы, мынау
и Б бұрышы, сосын С бұрышы барлығының қосындысы 180 градус. Сосын сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 екенін білсек болды. Яғни мына 140 болатын болса, мына бұрыш біздің мына белгісіз болып тұрған CDB бұрышымыздың D бұрышын табу үшін 180-нен 140-қа азайта саламыз. Сондықтан бұл жерге бұрышты деп қойсақ болады. Ол 180 азайтылған 140 болады 40 градус. Балалар, өздеріңіз есептің шартын жазасыздар ғой, жарайма, мен тек шығару жолын түсіндіріп жатырмын сіздерге. Сонда мынау бізде 40 градус болды. Мынау бізде 40 градус. Енді С бұрышын табуымыз керек деді жаңа. С бұрышы дегеніміз мынау міне. С бұрышын табу үшін бізге x керек. 14x плюс 4 деп тұр. Бізге x-тің орнына қоятын сан табамыз да, орнына қоямыз, С табамыз. Ал x-ті табу үшін теңдеу орамыз. Жаңа айттым ғой, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус деп. Үшеуін қосамыз міне. 40 қосылған 14x плюс 4. Қосу болып атқан кезде жақшасы жазсаңыздар болады, балалар. Түсінтістер ма? Барлығының қосындысы 180. Қосу болып атқанызда 40 қосылған мынау 14x плюс 4. Негізі былай жазған абзал. Осылай жазған қауіпсіз, өйткені әдетке айналған кезде кейін минус таңбасын мен азайтатын болып қалсақ та жақшамен жазамыз дағанда қателеспей таңбаларын ауыстырамыз. Қосуда таңба өзгермейді, сондықтан жақшасыз жазсақ болады. Жақшамен жазуды әдет қылсаңыздар болады. Не үшін? Өйткені азайту амалын орындаған кезде де жақшаны қоюды ұмыт кетпес үшін. Не айттым дегенін түсіндіңіздер ме? Так, енді ұқсастарын біріктірейік, яғни мына 14x пен бізде 12x 26x болады. 26x. Сонда 40. 4-ке 6-ны қосатын болсақ болады 10. 10-ға 40-ты қосатын болса болады 50. Ол мына 180-нің жанына минус 50 болып барады, минус 50. Сонда бұл бізде 130. Мыняқта 26x. X-ті табу үшін 130-ды 26-ға бөлеміз. Болады 5 па? 5. Так, енді x-тің мәні 5 шықты, демек С бұрышын таба аламыз. Біздің С бұрышымыз бұл 14x плюс 4-ке тең. Демек 14 көбейтілген 5 қосылған 4. 14-ке 5-ті көбейтсе 70. 70-ке 4-ті қосатын болса 74 болады. Яғни жауабы 74 градус дегендей. Міне балалар, түсінікті ма? Түсінікті болса комментарийға жазайық. Достарыңызға осы видеоны жіберіп, лайк, комментарий жазып, актив көрсетулерін сұрасаңыздар күшті болушы еді. Ары қарай жалғастырайық. Үшінші сұрақ. Мына жерде 4 дегенге мән бермеңіздер. Бұл бізде үшінші сұрақ. ABC үш бұрышында А бұрышы 30 градус, С бұрышы 100 градус, С1 биссектриса дейді, С1 ол 7 сантиметрге тең дейді, BC1 кесіндісінің ұзындығын табыңыз дейді. Жақсы, мен негіз дайын сурет дайындап қойсам болатын еді, бірақ түсінікті болсын деп бірге ол суретті салайық. Яғни А, Б, С деген мынандай бір үш бұрыш болсын делік. Иә, мінекей. А, Б, С. А бұрышы 30 градус. Мына бұрышты 30 градус деп қояқ бірден. 30 градус. Сіздер өздеріңіз берілген шартын әдемілеп жазасыздар, жарайма. С бұрышы 100 градус. Мына градус, мына бұрыш бізде 100 градус болады екен. Енді С1 ол биссектриса дейді. Яғни мына 100 градусымызды 50-де 50 қылып бөлді ғой былай қарай. Міне, осы бізде С1 екен. Биссектр және ол 7 сантиметр дейді. Және де ол 7 сантиметр дейді. BC1 кесіндісінің ұзындығын табыңыздар дейді. BC1 кесіндісі дегеніміз мынау ғой. Мына кесінді BC1. BC1 дейді. Мына жердің ұзындығын тап деп жатыр бізге балалар. Мына екі нүктенің ара қашықтығын деп айтсақ та болады. Мінекей. Түсінесіздер ме? Осыны бізде x деп қойсақ та болады, немесе сұрақ белгі деп қойсақ та болады, осыны табу керек дегендей. Енді бұны қалай табамыз? Біз біліп тұрмыз, мына 50-50 градустан бөлді. Мына жағда бізде 50 градус болды.
и мына жағы да бізде 50 градус болды. Енді біз Б бұрышын табайықшы. Б бұрышы неше градус екен? Мына бұрыш неше градус екен? Ал ол неше градус екен табу үшін біз есімізге түсіреміз. Осы ABC үш бұрышының барлық бұрыштарының қосындысы 180 болу керек. Яғни мына А бұрышының қосындысы, Б бұрышы, сосын барып С бәрін қосатын болсақ 180 болуы тиіс. А бізде 30 градус, Б осы белгісіз болып тұр бұрыш Б'міз, ал С бізде 100 градус балалар. 180. Сонда 100-ге 30 қосса 130, 180-нен 130-ды айтсақ 50 градус болады. Демек біздің Б бұрышымыз да 50 градус екен. Дұрыстап жазайын, 50 градус. Мінекей мынау да 50 градус. Байқасаңыздар, мына бұрышта 50 градус болды, мынау кішкентай С1, Б бұрышы да 50 градус болды. Мына үш бұрышқа назар аударыңыздаршы. Мына үш бұрышқа назар аударыңыздар. Мінекей. Бұл үш бұрыштың екі бұрышы 50 градустан болып тұр. Көрдіңіздер ма? Мінекей. Сонда үш бұрыштың екі бұрышы тең болса, оның екі қабырғасы да тең болады. Яғни ол тең беріліш бұрыш қой. Түсіндіңіздер ме? Үш бұрыштың екі бұрышы тең болса, онда ол тең беріліш бұрыш. Ал тең беріліш бұрыштың бүйір қабырғалары тең. Яғни мына үш бұрышты дұрыстап салатын болсам, қараңыздар. Былай салатын болсам. С1 болып тұр наяқ. Мынау Б, мынау С болып тұр. Көрдіңіздер ме? Мына үш бұрышты төңкеріп салып жатырмын. Мына Б бұрышы да 50 градус. Мына бұрыштағы бұрышта да 50 градус болып тұр. Және де былай салып жатырмын балалар. Және де егер мына екеуі 50 болатын болса, С1 мен С1 Б қабырғалары тең. Тең беріліш бұрыш болғаннан кейін. Б С1 қабырғасы мен С1 қабырғасы тең. Тең беріліш бұрыш болғандықтан. Түсіндірсіздер ма? Сонда бізде С1 қабырғасын жаңа 7 см деп айтты ғой, 7 см. Онда Б1 қабырғасы да 7 см болады. Көрдіңіздер ме? Міне осылай жауабын тауып алдық. Сұрап жатқан Б1 қабырғасының ұзындығы 7 см. Сонда бізге білу керек тағы да үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Сосын кейін мына бір С1 Б үш бұрышының тең берілу екендігін анықтап алып, оның екі қабырғасы тең болғандықтан, мынау 7 болса, мынау да 7 екен. Мынау да 7 міне. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, мен барынша жауап беруге тырысамын. Сосын кейін осы видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Келесіне өтейік. Келесі нөмірі 4-ші сұрақ. Мына жерде 5 деген санға назар аудармаңыздар, бұл бізде 4. ABC тік бұрышты үш бұрышында Б бұрышы 90 градус, АБ 9 см, АС 18 см, BH биіктігінің катеттермен жасайтын бұрыштарын табыңыз дейді. Яғни мен қазір тік бұрышты үш бұрыш салам. Тік бұрышты үш бұрыш салған кезде именно Б бұрышы 90 градус болсын дейді. Яғни мына бұрышты біз 90 деп қоямыз керек. А, Б, С. АБ 9 см дейді. Мына бізде 9 см. АС 18 см. Мына 18 см. BH биіктігінің катеттермен жасайтын бұрыштарын табыңыз. BH биіктігін түсірейік. Яғни Б төбесінен қарсы жатқан қабырға биіктікті түсіреміз. Мынау да бізде 90 градус болып тұр. Мына нүктесі бізде H. BH биіктігі деді ғой. Осының катеттермен жасайтын бұрыштарын табыңыз. Тік бұрышты үш бұрышта балалар қабырғалардың аттары бар. Өздерінің есімдері бар, Мына екі қабырғасын АБ және BC қабырғаларын катеттер деп айтамыз. Катет. АБ катет, BC катет. Ал АС қабырғасын гипотенуза деп айтамыз. Екі катеті және бір гипотенузасы бар. Және де бізден сұрап жатыр нені? Осы BH биіктігінің катеттермен жасайтын бұрышы, яғни мына бір бұрышты сұрап жатыр. Сосын мына бір бұрышты сұрап жатыр. Түсіндірсіздер ма? Мінекей. X, Y деп белгілесек те болады, немесе мынау HBC деген бұрышты сұрап жатыр ғой негізі бізден. HBC деген бұрышты сұрап жатыр. Сосын ABH. ABH. X, Y деп белгілеп қойғандарым осы балалар. HBC деп тұрған осы X болып тұр. ABH деген бізде осы Y болып тұр. Осыларды табу керекпіз.
Енді бұрыш сұрап жатыр, бірақ неге қабырғаның ұзындықтарын беріп қойды деп ойлануымыз керек. 18, 9 деп. Ақыры бізден бұрыш сұрап жатыр. Ол бұрыш пен қабырғаның қатынасы не? Біз есімізге түсіреміз. Тік бұрышты үш бұрыштың балалар, жаттап алыңыздар, білмесеңіздер, қасиеті 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысы болады, жаттап алыңыздар. Түсінесіздер ме? 9 шынымен де 18-ның жартысы ғой. Сонда бұл демек 30 градусқа қарсы жатыр деген сөз. Мына бір С бұрышымыз бізде демек 30 градусқа жатыр. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысы. Немесе 60 градусқа іргелес жатқан катет гипотенузаның жартысы. Міне осы екі сөз жаттап алыңыздар. Негізі біреуін жаттасаңыздар, екіншісі түсінікті ғой. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысы. Мынау гипотенузасы катетінен 2 есе көп болып тұрса, бірденнен мынаған 30 деп қоя берсеңіздер болады, қасиет бойынша. Түсінікті ме балалар? Сол қасиетін жазасыздар дәптерлеріңізге әдемілеп. Жауабын жазған кезде. Мына бұрыш былай жазамыз. АЦ, жоқ, АЦ осы гипотенузасын катетіне бөлген кезде, яғни 18-ді 9-ға бөлген кезде 2 шығып тұр. Түсінікті ме? 2АБ бізде АЦ. Біздің катетіміз гипотенузаның жартысы. Сондықтан бұрыш С-ны біз 30 градус деп белгілеп қоямыз. Болды. Бұл 30 градус болатын болса, қалғандарын табу оңай. Біздің жаңағы x-мізді табу оңай. X ол 180 азайтылған осы мынау H. Мына үш бұрышқа қарасаңыздаршы, мына үш бұрышқа. BHC деген үш бұрышқа қараңыздар. Ол үш бұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысы 180 болу керек. Яғни 90 қосылған 30-ды азайтуымыз керек. Сонда бұл бізде 60 болайын деп тұр. Ал бұл 60 болса, мына 90 тік бұрыш қой, енді x пен y-тің қосындысы жаңа 90 градус қой. Сондықтан y-ті де табу оңай, ол бізде 30 болады. Міне жауабымыз осы балалар. Мынау бізде белгісіз болып тұрған бұрышымыз 60 градус болып шықты. Мынау бізде 30 градус болып шықты. Мінекей балалар осындай. Түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болса да жазыңыздар. Ағай барлығы түсінікті болды дегендей. Бұл сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, барынша жауап беруге тырысатын боламын. Сосын кейін екінші нұсқасын шығаратын боламын. Екінші нұсқадан да осы есептерді қарасаңыздар болады. Осыған ұқсас, бірақ кішкене басқаша, сандары басқаша есептер. Соны тағы да қосымша материал ретінде қарасаңыздар, өте жақсы дайындаласыздар деген ойдамын. Мінекей балалар, каналға жазылыңыздар. Алдағы уақытта көп видеолар шығады. Қоңыраушаны қосыңыздар. БЖБ2, ТЖБ видеоларын өткізіп алмас үшін пікір қалдырыңыздар. Видеоға өте пайдалы достарыңызға жіберіңіздер. Олар да тапсырмаларын түсініп отырып орындасын. Сонымен қатар, дәл қазір кім видеоны көріп отыр, ағай мен соңына дейін қарадым деп тайм-кодты қалдырсаңыздар, мен қуанып қалушы едім. Қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.